Біздің барысы ауыл жиындарында референдумда қатнашқан халық саны 22.491 болды. Шулардан 8.866 кішіден шушы ауыл жиынлары өткенлерді жиын қорары негізінде Оқтанышта біздің референдум өтті. Шу референдум қорары негізінде белгіленген сумма жиыларға тиешлі кіші саны болып тұра бұл. 3625 льготник болып тұра. Мысыда енді әрбір жерліктің шығарған совет қорары негізінде мұның енді критериялары белгілі. Бірінші түркім инвалидлар, айрым жерліклерді студентлар, Ошмен оқушылар, біздің Оқтаныш жерлігінде екінші түркім инвалидлерді әлігі үлготаға келген болып тұрған. Біздің енді бір кішіден жиыласы сумма озаттан екінші графикта көріне, ең соңғы графада көресіз, барысы 10.294.700 сом жиыларға тиешлі болып тұра. Бұл біздің план, ләкин біздің енді тағын бір тапқыр, мына бұл үлготникларына решение бойынша құрметлі ауыл башылықтары қорап шығасы бола. Чөнки бұл біздің еллік ауыл башылығының ішенлігін белгілей тұрған критерийға кірген. Шоңа көре мен енді мұны тілер едім ғаділ болуын. Һәм шекермей, нашыл решениеде көрсеткенше шушы сонның көрсетілуін. Һәм бешке тапқырлаға шынды бұл біздің яқынша 52 миллионға яқын сумма болар. Бұл енді кемей олмай. Мына бұл үлготникларын қорағаш, бәлкім енді әзірек ортырға мүмкін. Һәм Узған елда енді қиынлық келіп шықты нәрседе, біздің сметалар түзігінде оқыстан білен бетенде арамел түпкілгеш боларақ шүғырләне. Шушы сметаларын ішлеуде шират борлыққа келді. Шуның үшін қазір сіз барысын нашы жиылашақ сумманы білесіз. Планаштырған іштігілеріне сметаларыны бұғыннан өк ішле башларға керек бола.